Саламатсыздар ма достар? Мен бүгін сіздерге шоколадный карамельдің рецептісін жасап көрсетемін. Ол өте оригинал рецепт, жақсы шығады әрдайым. Егер де осы менің видеодағы мен дұрыс жасасаңыздар, видеодағы мен қарап, сол күйі жасайтын болсаңыздар, міндетті түрде сіздерде де шығады. Бұл карамельный рецепт өте дәмді. Менде бұдан да басқа классический карамельдің рецептісі бар каналымда. Оны да қараңыздар. Ал енді бұл шоколадный карамельді қалай жасау жолын үйрену үшін менімен бірге видеоның ақырына шейін болыңыздар. Ал бастайық. Бисмилlah деп. Бізге мына шоколадный карамельді жасау үшін көп заттың керегі жоқ. Керегі бізге қант, 33% сливки, одан жоғарысы болады 33-35. Сармайдың жоғарғы процент болған жақсы сармай. Және шоколад, менде бұл жол Қазақстан шоколады, өздеріңізде үйреншікті шоколад салуларыңызға болады. Және глюкозный сироп. Бұл глюкозный сиропты салмаса да болады, бірақ та бұны салған кезде карамеліміз жақсы ериді, түйіршіктеніп қалып қоймайды. Глюкозный сироптың бағасы қымбат емес, кондитерский дүкендерде сатады. Мен Астикурдан аламын. 500-600 теңгенің арасында 1 литрі. 1 литрін алып қойсаңыздар көпке жетеді. Міне қант пен глюкозный сиропты араластырып, екеуін отқа қоямыз. Оттың асты өте бәсең болып тұру керек, себебі күйіп кетуі мүмкін. Жанында тұрамыз, жайлап қозғаймыз. Шеті ерігеннен бастап қозғап тұрамыз. Ортасына осылай көп тұрғандарыңыздай видеода. Бұл кезде жайлап осы еріп бастаған кезде сливкимізді отқа қоямыз. Сливкиміз ыстық болу керек, қайнамау керек, бірақ та қайнағанша жету керек 80%-ке шейін. Градусқа шейін кешіріңіздер, 80 градусқа шейін. Міне жайлап қантымыз еріп жатыр. Мен видеоны қатты айналдырмайым сіздерге. Мына еру процесін көрсету үшін осылай жай қойдым. Міне көргендеріңіздей жайлап әлі түйіршіктері бар. Оттың астын жай қойып осылай қозғап тұрамыз. Глюкозный сиропты салғаннан кейін бұның бәрі түйіршіктері қалмай еріп кетеді. Әбден ермей біз бұның үстіне сливкиді құймаймыз. Осы кезде мен сливкиді қойдым қасына, болмаса микроволновкаға ысытып алуларыңызға да болады. Маған қасымда тұрғаны ыңғайлы, себебі қасынан карамельдің кетпеу керек негізінде. Жабысып күйіп кетуі мүмкін. Сәл күйіп кетсе, онда карамеліміздің дәмінен күйік дәм шығып, біз басқасын жасауымызға тура келеді. Міне осылай қозғап тұрасыздар. Сәл ғана қалды, бәрі ерігенмен қант сәл кішкене түбіне білінеді. 1-2 минут тағы да тұрамыз осылай араластырып. Міне сүтімізде ысыды. Әдейі мен сүзгімен құйып жатырмын, себебі кішкене болса да қаймағы болып қалса, маған соңынан кедергі келтірмесін деп. Сүтті 2-ге 3-ке бөліп құямыз. Құйған кезде сақ болыңыздар, карамель өте ыстық, сүтте ыстық. Сіздер қолдарыңыз буға күйіп қалуы мүмкін, болмаса сүтке де күйіп қалуларыңыз мүмкін. Карамельге жайлап құю керек. Осылай құйып әбден араластырып алғаннан кейін біріншісін екінші бөлегін құямыз. Бұл кезде оттан алып тұрғандарыңыз абзал. Жақсылап араластырып аламыз. Міне үлкен қасық болғаны, болмаса қолды прихватка киіп алғандарыңыз жөн. Карамельді осылай араластырған кезде. Сүтпен жаңа қантымызды, сливкимен қантымызды дұрыстап тұрып араластырамыз. Жақсылап араластырған, енді отымызды өшіреміз. Араластырып болғасын үстіне сармайымызды саламыз.
және сармайымызды да әбден ерігенше араластырып тұрамыз. Сармайымыз бөлме температурасында болған жақсы, тез ериді. Достар, егер де менің каналыма жазылмасаңыздар, жазылып қойыңыздар. Лайк басып, пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Сіздердің пікірлеріңіз мен үшін өте маңызды. Түсініксіз жерлер болса сұраңыздар, міндетті түрде жауап беремін. Міне менің майым бөлме температурасындағы тезірек еріді. Бәрі соңына шейін ерігенше әбден араластырамыз. Одан кейін үстіне шоколадымызды саламыз. Карамель ыстық болғаннан кейін мен шоколадты ерітпедім. Сәл-сәл ертіп салуға да болады. Бәр шоколадты салбап, жақсылап ерітеміз. Біздің шоколадны карамеліміз дайын. Бұны суыту үшін осылай қозғап тұрып, болмаса мешокты алып, бетіне контакт жауып қойып, суытуларыңызға болады. Холодильникте 10 күнге шейін сақталады. Капкейктің начинкасына, торттардың арасына қолдансаңыздар болады. Жасалу жолы көріп тұрғандарыңыздай өте оңай. Видеоны ақырына шейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болғаным біткен.